Израиль Иранды ядролық қару жасайды деген себеппен бомбалап жатыр. Ал өзінде ядролық қару бар. Бұл қалай? Түсіндірейін. Басынан бастасақ, Израиль өзінде ядролық қару бар екенін мойындамайтын жалғыз ел, және оны қолдану шарттарын да жарияламайды. Түрлі әскери әрі саяси сарапшылар бұл елде бомба 1960 жылдардан бері бар дейді. Олардың сеніп отырғаны мына сайт. Бұл 1945 жылы бір топ ғалым құрған америкалық бейүкіметтік ұйым. Ядролық қауіпсіздік пен қаруды бақылаумен айналысатын ғалымдар ғылым мен технологияның саясатқа әсерін талдайды. Бұл ұйымның мәліметінше 9 елдің ядролық қаруы бар. Бұл ақш, Ресей, Қытай, Франция, Ұлыбритания, Үндістан, Пәкістан, Солтүстік Корея және Израиль. Сол мәліметке сенсек, Израильдің 90 оқтұмсығы бар және тағы 300 оқтұмсық жасауға мүмкіндік беретін радиоактив материалдары тағы бар. Бұл қару түрін ел 1948 жылы құрылған кезінде ақ жасай бастаған. Ал 1957 жылы Франция мен Негев шөлінде ядролық нысан құруға келіседі. Бұл келісім құпия болғаны соншалық ақш-тың өзі тек 60 жылы білген. Ал 1969 жылы Израильдік ядролық бағдарлама туралы кітап жазған Авнер Коэннің мәліметінше ақш Израильмен келісім жасасқан. Ол бойынша америкалықтар израильдіктерді ядролық қарудан бас тартуға көндірмейді. Оның орнына ақш Израильді қаруы бар екенін жарияламауға және бірінші болып қолданбауға мәжбүрлейді. 2011 жылы Нетаньяхуда таяу шығыста ядролық қаруды жарияламайтындай саясаты барын мойындаған. Осылайша бұл Израильге жау елдер шабуыл жасамайтындай саясат құруына мүмкіндік беріп отыр. Оның арқасында халықаралық сарапшылар ядролық нысандарды тексере алмайды. Ал сол Нетаньяхудан 2011 жылы журналистер Ираннан ашықтықты талап ете отырып, өзі сол ашықтықты ұсына алмағанын әділ ме деп сұрады. Ол Иранның аятоллалары ядролық қаруға Израильге шабуылдау үшін қол жеткізгісі келеді деп жауап берді. Біз өзге елдерді жоюға шақырмаймыз, ал бізге қатысты осындай мәлімдемелер жасалады дейді ол. Осылайша әлемдік саясатта қос стандарттың куәсі болып отырмыз. Арнаға жазылып, лайк баса кетіңіз.